Қайырлы күн. Мен Рыспаева Асем, Оралхан Бөкей атындағы номер 44 лицейінің 10-шы М сынып оқушысымын. Және де бұл ата-анамның жұмысынан бір күн бейнебаяны. Бұл менің анам Рыспаева Альмира Ержановна, Өскемен қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің мемлекеттік мекемесінде бас маман лауазымының жұмысын атқарады. Жалпы жұмысыңыз жайлы не ойлайсыз? Менің жұмысым маған өте ұнайды. Мен осы салада 15 жыл қызмет атқарамын. Мен жұмыста тек қана бір саламен шектелмеймін. Ол маған қызметтің әр түрлі салаларын зерттеуге мүмкіндік береді. Соның ішінде біз өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау салаларына мониторинг жүргіземіз. Бұл жұмыста мен көп салаларды қамтимын. Бұл менің үздіксіз дамуыма мүмкіндік береді. Осы жұмысыңызды жастарға ұсынар ма едіңіз? Әрине, осы жұмысты, осындай мамандықты мен жастарға ұсынар едім. Бұл жұмыс, егер жастар жұмысқа төзімді болса, аса жауапкершілікпен қарайтын болса, бұл жұмыс өте жақсы. Жалпы мемлекеттік қызметте адам жұмыс істеген кезде, әсіресе жастарға, ол көп тәжірибе алуға мүмкіндік береді. Себебі бұл жерде жастарды үйрететін тәлімгерлер өте көп. Сондықтан мен жастарға мемлекеттік қызметте жұмыс атқаруға шақырамын.